Алашқа сәлем, сендермен Тамерланс және бұл Ланс талдауы. Бүгін біз Аяз Би атты халық ертегісін талдауды жалғастырамыз. Үшінші бөлім. Бір күні 40 уәзір кеңесіп отырып, бұл жаман, біздің жаман кісі іздегенде ат артына мінгестіріп алып келген жаманымыз еді. Бұл күндерде хан оны өзіне жақсы дос қылды, қыз әперді, бізді есепке алмай тастады. Қой, бүйтіп болмас, біз бұл екеуін араздастырайық, жаманның әйелін мақтайық, үйіне қонаққа апарып көрсетелік. Сөйтіп, екеуінің арасына от жағалық деседі. Уәделері бойынша жаманның әйелін ханға мақтайды. Тақсыр, шынында ол әйел сізге лайық әйел, деп ханды азғырады. Хан жаманның үйіне барып, өз көзімен әйелді, оның тәрбиесін көрген соң, шынында да маған лайық әйел екен, деп ойлап үйге қайтып келіп 40 уәзірмен кеңеседі. Ойда жоқта ойға салған сендер едіңдер, енді әйелді алуға маған қандай айла тауып бересіңдер дейді. Уәзірлер кеңесіп, жақсы тақсыр, жаманды шақыр, біз оны барса келмеске жұмсайық. Сонда ол өлер, ол өлген соң жесір әйелді сіз оңай аласыз дейді. Жаманды шақыруға хан бір жігітті жібереді. Жіберген жігіті барып, келген жұмысын айтып қайтады. Ол кеткен соң жаман, ханға барайын ба деп әйелімен ақылдасады. Әйелі, бар, сені барса келмеске жұмсардың көптен ақ сезгенмін, риза бол, бірақ жолға жүйрік жорға мінбе, жылқыдағы ең семізді мін. 40 уәзір сені 3 күншілік жерге шығарып салар, олардың қарасы үзілген соң, сен де қайт. Орман ішіне апарып, атынды сойда, етін алып кел, соны қорек қылып жата береміз дейді. Жаман ханға келген соң, хан сөзін бастайды. Мен сені бір ұзақ сапарға жұмсаймын. Жұмсағанда сенің ерлігінен үміт етпеймін, ақылынан үміт етемін. Барсан айтамын дейді. Жақсы, барайын деп жаман ризалығын көрсетеді. Барса келмес дейтін жерде інжөлі қой дейтін қой бар деп айтады. Бір түгі алтын, бір түгі күміс, сойса терісі бір адамға тон дейді. Соның терісін үстіме кигім келеді. Інжөлі үйрек деген үйрек бар. Қанаты күміс, басқа жері алтын. Соны тәж қылып кигім келеді. Дәудің інжөлі қара арғымағы бар. Бір шапқанда 100 шақырым шабады. Соны мінгім келеді. Міне, осы жұмыстарға барасың, деп жаманды хан кілең өтірікке жұмсайды. Жаман ханның жылқысынан бір семіз атты таңдап мініп, жолға шығады. 40 уәзір 3 күншілік жерге шығарып салып қайтады. Уәзірлердің артынша жаман да кейін қайтып, Қаратоғай дейтін орманға барып, атын сойып, үйінен көлік әкеліп, етті тасып тұздап алады. Төсегінің астынан адам бойы жер қазып, күндіз сонда, ал түнде әйелінің қасында жата береді. Ай өтеді, жыл өтеді. Бір күні жаманның үйіне, жеңгесіне көңіл айтуға хан келеді. Қонақ асы жеп болған соң, хан сөз бастап, адамның, шөптің, құстың жаманын әкел дегенде уәзірлерінің алып келген жаманы еді. Жаман болса да, ақылына риза болып, тағымды да беріп едім. Ақылының арқасында сені де алып еді. Сол ақылынан үміт етіп, бір жұмысқа жұмсай қойып едім. Келер уақыты өтіп кетті. Құдайдың әмірі болды ма, деймін. Сені қор қылып жалғыз тастамаспын. Аға өлсе, жеңге мұра, деген. Қолыма алып бақармын, деп үгіт айтады. Әйел отырып, Құдайдың әмірі болса не шара? Ол келгенше, сенің қолында бір қадірлі тас бар еді. Соның тілімен сен оны жарып едің. Жарылған соң, ол тас пайдаға аспады ғой. Сол секілді әр заттың пайдалы уақыты бар еді. Кешегі қыз күнімде болса, бір сәрі, енді мен сол жарылған тас сияқтымын. Саған қызмет едіп жыға алмасын, әуре болма, дейді. Хан әйелден жеңіліп үйіне қайтады. Хан шығып кеткен соң, менді, жаманды шақырып алып, бар, енді ханның жауабын өзің бер, деп айтады. Хан да барып тағына отырады. Жаман да сәлем беріп, кіріп барады. Хан сасып қалып,
Қашан келіп қалдың? Ал енді әңгімені айта бер, дейді. Жаман тұрып: әңгіме ұзақ емес. Уәзірлер шығарып салған соң, бір аш арыстан соңымнан қалмады. Мен барса келмеске барып, жауды мұқатқанша, мына жауды мұқатайын, деп қылышымды суарып алып, қуып кеттім. Өз аулыма апарып, қамап едім. Онан шығып кетті. Осы сіздің ордаға кірді ме деп отырмын, дейді. Хан не дерін білмейді. Бір қызарады, бір бозарады, жерге кіріп кеткендей болады. Ақырында: мен айыптымын. Менде бір қате болды. Шайтанның азғырғанына ердім. Оған себеп мына уәзірлер. Бұлар енді я саған, я маған бір қатер қылар. Сен енді іргенді көтер, бөтен елге көш, дейді. Жаман риза болып көшетін болады. Хан бірнеше түйеге жасау, асыл зат арттырып, жаманды Ақша ханның еліне көшіріп салады. Жаман Ақша ханның елінде бір қадірлі адам болып тұра береді. Міне осымен 3-ші бөлім біткен. Енді келесі соңғы бөліміне көшейік.